Ассалаумағалейкүм, құрметті көрермендер. Бүгін ауа райы тамаша болып тұр, видео түсіруге. Күн жылы. Өткенде қар жауған, ол кезде видео түсіре алмадым. Күркелерге далаға қонақтайтын жасап қойдым. Міне мынандай қонақтайтын. Күркелер суыққа семіреді дейді ғой. Сол себептен желге қарап отырсын деп осындай қонақтайтын жасап қойдым. Біраз болды бұл жерде тұрғандарына. 2 рет жаңбыр, 1 рет қар жауды. Күркелерге ештеңе болған жоқ. Барлығы аман есен. Қойларға барайық. Қойлар қазір азайып жатыр. Егелер үйіне алып кетіп, жемдеп, көктемде қайтадан қосады. Енді 100 шақты қой қалса, қысқа машпаян жейді. Қысмен. Неге қойлар? Бұл жерде 240 қой қалды қазір. Қойын алып кетуге біреулер келе жатыр. Міне мынау менің Катя деген лағым. Yalı var. Міне мынау алдын түсірген машпая. Ішінде топаны да бар, араласқан. Қазір қойларды шығарамыз. Міне мынау тауық қора. Қазір міне алдына шөп жинап қойдым. Сәлде болсын ық болсын деп, желі болса алдынан ұрады. Мына жем жейтін ыдыстары, туатын жерлері. Қазір бір-ақ тауық туып жүр. Осын қораздардың қанын ауыстырып жатырмын. Міне мынау қаны бөлек қораз. Осы мына қораз сатып әкелдім. Өзінен шыққан қораздарды қазір бордақылап жатырмын. Қазір көрсетем.
Бұлар 2 мезгіл жем жейді. Және жылы су ішеді. Қораздар мына жерде тұрады. Бұл жерде 8 қораз. Мынау 2 жылдық қораз. Қалғандары биылғы балапандар. Бұларды бордақылап жатырмын. Күркелерде тауықтарда 2 мезгіл жем жейді. Андай тарттырылған жүгері. Осыдан күркеге де тауыққа да 3 тостақтан сумен араластырып береміз. Қораздар мынандай жем жейді. Үгітілген жүгері. Сумен араластырып берген себебіміз түйіліп қалмайды.
Енді қояндарға кеттік. Қояндар тумады. Боғаз болмай шықты. Бір айдан аса уақыт күттім. Бір ай, бір аптадай күттім, тумады. Негіз қоян бір айда туу керек. Бірақ күйлері жақсы, енді қашып кететін шығар. Қояндар осы. Видео ұнаса арнаға жазылып кетіңіздер. Және осы видео таралу үшін лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Комментарияға кез келген сұрақтарыңызды жаза беріңіздер, мен жауап берем. Келесі кездескенше сау болыңыздар.